Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым, Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бағыт-бағдар құрағын құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Құрағымызға қажетті маталар мен өлшем бірліктер. Көлемі 18-10 болатын қызыл, жасыл, қызғылт және көк цветтен бір-бірден және көлемі 10-10 болатын дәл сондай цветтен бір-бірден қажет болады. Және ақ матадан 15-10 болатын көлемі 8 штук қажет болады. Ең алдымен осы көлемі 10-10 маталарымызды дәл видеодағыдай тігіп алатын боламыз. Мінекей тігіп алдық. Енді бұны бір шетке алып қоя тұрамыз. Келесі кезекте осы маталарымызды алып, көлем 18-10 болатын қызыл матамызды алып, оған көлемі 15-10 болатын ақ матамызды дәл видеодағыдай орнатамыз. Осылай орнатып, қызылмен қиылысқан жерлерін осылай белгілеп аламыз және сызғышпен сызып аламыз. Осы сызған сызығымызды тігіп шығатын боламыз. Видеода қалай жасалған, дәл солай жасайсыздар. Тігіп артық жерін қиып алып тастаймыз. Мінекей қиып алып тастадық. Осылай болып шығады. Енді осының келесі жағына тағы да ақ матамызды алып, дәл жаңағыдай қарама-қарсы қойып, екі бұрышын белгілеп сызып тігіп аламыз. Видеода бәрі анық көрсетілген. Артық матасын қиып алып тастаймыз. Мінекей осындай блок шықты. Дәл осылай қалған маталардың барлығын істеп шығатын боламыз. Мінекей біздің блоктарымыз дайын болды.
мінекей 4 блогымыз және ортаңғы блогымыз дайын. Енді осы блоктарымызды орнатамыз. Видеода қалай жасалған дәл солай қойып шығамыз. Дәл осылай қойып, енді біріктіретін боламыз. Біріктіру үшін ең алдымен мінекей бірінші блогымыздың тек жартысын ғана тігетін боламыз. Барлығын толық тікпейміз, тек жартысын ғана тігетін боламыз. Тігу барысында сіздерге анықтап көрсететін боламын. Осылай жартысын тігеміз. Көріп тұрғандарыңыздай тек жартысын ғана тіктік. Осылай болып тігіледі. Қалған жағы ашық тұр. Осылай арт жағынан осылай болып тұрады. Жартысын ғана тіктік. Ендігі кезекте келесі блогымызды қойып толығымен тігіп шығамыз бұл блокты. Қалған осылай барлығын қойып тігіп шығатын боламыз. Ендігі кезекте ең бірінші жартысын тіккен блогымыздың қалған жерін до конца соңына дейін тігіп шығатын боламыз. Тігіп болғаннан кейін өтекпен өтектеп тігістерін бастырамыз. Және де артық шығып тұрған жерлерін осылай қиып алатын боламыз. Мінекей біздің оңай тігілетін бағыт-бағдар құрағымыз дайын болды. Егер менің құрағым сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Саламатта болыңыздар.